Qanday o'yin o'ynayapsizlar? Asıqardım. Ал осы асықтардың атауын білесіздер ме? Ya, bilemiz. Alsı, tayki, gompa, soңqı, гоп, бүтсік. Жарайсыңдар балалар. Мынау асықты жілік. Осы асықты жіліктің мына тілерсегінен асық алынады. Бұл асық шымыр сүйектен құралады. Шымыр сүйек деп атаймыз. Енді бұл асықтың 6 атауы бар балалар. Мынау асықтың алшы қыры. Асықтың тік тұрғаны алшы деп атаймыз. Алшыға қарама қарсы тұрғаны тайке. Асықтың ойыс жағы жоғары қарап жатқаны бүк деп аталады. Бүктің керісінше ішкі қуыс жағы жоғары қарап тұрғаны шік деп аталады. Асықтың мұртша басы төмен қарап тұрса омпы деп аталады. Бұл өте сирек түседі. Ал мұртша жағы жоғары қарап сабан жағына тік тұрса, бұл шоңқы деп аталады. Кезінде әкелерімізде ойнаған бұл асық ойыны өте қызықты ойын. Сіздерді шертпе ойыны ойнауға шақырамын. Шертпе ойынында асықтар түрлі түсті екен. Асықтарды шерту арқылы мына ойыншыққа түсіреміз. Қанекей балалар, ойын ойнауға бастайық. Енді балалар, осы жерде біз шертпе ойында не балалар? Яшыққа асықтарды түспейді. Мына түспей қалған асықтарды мен жинап аламын. Жинап аламын. Енді өздерінің асықтарының түсін ала қойды. Benim adım Sabit Sultan. 1, 2, 3, 4, 5. Sultan, sen неше асық ойнадың? 5. 5 асық ойнадың. Сырғау, қандай? Асық. 1, 2, 3, 4. Güzel kızım, senin dostun nişasta jinadı. Hoş geldin. Kızım, senin nişasta jinadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aman, yaraydı. 1, 2, 3, 4, 5. Тамаша. Көзайым, сен неше асық жинадың? 1, 2, 3, 4. Балалар, бүгін бізге Көзайымның әкесі келіп, қызықты ойындар ойнады бізбен бірге. Көзайымның әкесіне біз алғысымызды білдіреміз. Сізге рахмет. Жарайсыңдар балалар. Сау болыңдар.